тур жайлы сұрап жатқандарға айта кетейін. Біз Альба Travel дегеннен алдық. Тур вообще 6 адамға, енді Османчик, наверное, саналған жоқ ау деймін. Ерасыл кішкентай бала, 400 взрослыйға, вообще 6 адамбыз ғой. 1,5 миллион теңге шықты. Бәрі сұрап жатыр, қанша шықты, қандай отель деп. Мамамдар қайда отыр, бәрі тамақ ішіп отырмыз, тамағымызды ішіп болдық. И сол ішіне барлығы кіреді, тамағы ультра все включено. Отдых, бардың жанындағы напитоктар барлығы, в общем, номердағы напитоктардың барлығы тегін. Перелет, трансфер күтіп алу, бізді отельға дейін алып келу барлығы тегін. Сол отельдің аты қандай? Египет Шарм-эль-Шейхтамыз. Погода прям идеально болып тұр, анда қатты ыстық, шыдатпайтын ондай емес, нормально, прям супер болып тұр. Суды енді айта алмаймын, теңізге әлі барған жоқпыз, теңізге бұйырса енді ертең бірақ баратын шығармыз. Қазір еще мамаға не алдым, не даттым. Сол бұл бывший Риццес екен, қазір Альбатрос, пик Альбатрос деп аталынады, Шарм-эль-Шейх, Египет. В общем, барлығы ұнап жатыр, енді советую, егер келетін болсаңыздар, осы отельға келсеңіздер, осы жерге прям күшті. Енді жарнама емес, бұл әшейін өзімнің келгеннен кейін сіздер сұрап жатқаннан кейін айтып отырғаным ғой. Барлығымыз ризамыз еще андай. Бірінші келген кезде все равно хочется, чтобы эмоция болған. Енді мен төртінші рет келіп жатырмын, енді қайын сіңілім бірінші рет келіп жатыр, енем бірінші рет келіп жатыр. Бексұлтан айтып жатыр, мой телефонмен сөйлес, давай Ошаға келейік, келесі жолда прям күшті екен деп жатырмын, прям ұнап жатыр, тамақтары деген енді жаңа түсіріп бастаған, бәрін түсіру мүмкін емес, тамақтары деген мощь, өте дәмді, күшті. Сол бүгін кешке базарға барамыз енеммен. Қазір еще массажға жазылып қойдық, массаж жасатамыз. Ойбай, от души деп айтып тұрмыз. Мама, рахат сыйлап отырмын ғой, мама. Біз барлығымыз жиналып, массаждан шықтық. Ужинды мына екі қыз ішпей қойды, өйткені жади болып киінеміз деді. Екеуі, ойбай, Египеттің жігіттері сындырайын деп тұр ғой. Мына жақта мама красавица. Қайқа барамыз базарға. Мамам айтады, әпкелеріме базарлық алу керекпін дейді. Сонымен жүріңіз дедім, бір ауыз сөзіңіз дедім. Сонымен базарға кетіп бара жатырмыз. Ерасылды қараңыздар қалай келген. Бері қарашы. Қап-қара болып кеткен ғой бірінші күні. Я теперь негр. Мына әдемілікке қарап, мама екеуміз жаңа айтып келе жатыр. Мынандай жерде тұрсақ қой, шіркін-ай деп. Мама, не бойся. Посты күніне бір екеуден салам. Жадничать-етпей, лайктарыңызды қойып, қолдап отырыңыздар құрсын. Шетелдік әдеміліктерін сіздерге көрсетіп жатырмын. Қанша тұратынын айттым сіздерге, қандай отель екенін айттым. Құрылышын сіздерден де отдача күтемін. Сүйкімдім, енемді қолдаңыздар, қайын сіңілімді, кімнің сестренкалары. Бір айналып қойыңдар, ой бай-ай, красавицы. Мама, не айтасыз, бірдеңе айтқыңыз келіп тұрған сияқты? Жоқ. Түріңізге қарасам айтатын сияқты? Жоқ. Мама, көріңіздер ма, күлмейді десер, күледі еще қалай. Просто постоянно күле бермейді да, камера қосқанда күлмей қалады. Әне, андамда күлеттім. Иә, күлкісі платный мамамыздың, так что лайк қойыңыздар да қоясың ба? Ақша шығарып жатыр мына жерде. Банкомат ақша беру керек. Қанша шығарасыңдар деді? فين؟ $500 أبو صلاح هديت الطلب ها؟ сөйтсек мәз саған деп Әбдет Абу Салах таңдалып жатыр ғой. Шығарып беріп көмектесіп жатыр қазір. Ақша шығармай тұр. Бұл наоборот фунт теңге басқа. Ау, несі спорткалық қалмасы? Не спортка деген? Банкомат Қандай ақшаны қылды? қояды. Сондай болып қалмаса екен. Please, 1 minute. Біздің мама шаршады базардан. Не істедік? Қалай? Ұнады ма мама бүгінгі базар? Алдық, бәрін алдық. Шляпасын алдық маманың. Мына астын бәрі заттармын толған. Қыздардың қолында міне заттар. Қалай? Ұнады ма? Риза болдыңдар ма? Иә. Рахмет. Все. Қыз алдық міне тоже заттар алып өзіне. Күшті болып жүрміз жаным. Все. Мама вообще риза міне, вроде, да? Қазір мама сіздің қаяқ ұстап жүргеніңіз көріп елдер жатыр. Мен просто сторис түсірейін деп алға мамаға берген ғой. Айша айтады, мамаға бала қаратуға барғасыңдар ғой деп шығады қазір. Мама меня вообще... Мама как... Бұл Каирда өседі. Каир деген осы Египеттің астанасы. Сол жерде Ніл өзені ағады. Сулы жерде өседі. Бұл Египеттен Шарм-эль-Шейхте су жоқ. Каирда адамды қағып кетсе, не еткен? Соттамайды екен. Өлтіріп қойса соттамайды. Адам өзі кінәлі. Ол жақта 101 бәле миллион адам тұрады. Бірақ қаласында. 101 бәле, бізде бүкіл Қазақстанда 20 миллион адам бар ма? Олардың бір қаласында 140 миллион ба, сондай миллион адам бар. Еще ол ана документі жоқ адамдар сынамағанда. Сол үшін өліп қалса да ештеңе демейді. Сол үшін көп болған екен жария. Құны жоқ па? 20 миллион болған.
Filmda ko'rdik. ішіне әбден бір қиыншылық көргендей болып отыр ғой мен. Еркек сияқтымыз ғой. Алматыға барғанда не баршы? Маған бір сказка сияқты ғой, дайын тамақ. Барасың бәрін обещали. Шетелде бар ғой, білесің бе, қызғалдақ. Киноларда. Тура сондай ғой, сондай болып жүрміз ғой мысалға. Иә. Енді салтырмен Алматыға барсақ. Реально өмірімізге келеміз ғой айттың. Мама помните сіз айтыңыз ғой, ой шетел керегі жоқ маған, не керек ол қызық емес деп едіңіз, қызық па екен? Мен мамам да сөйтіп, ой қызық емес деп, ойбай күшті екен деді ғой келгеннен кейін. Кеп көрмеген дегенде бір немес сияқты. Қиын сияқты да маған шетелде жүргенде бір. Қорқатын сияқтымын ба бір. Одан несправедливо. Еркек адамның мысалы үш қызы болса, Мен андай болады, жәннаттың жәннатқа кіреді. әйел адамға жәннаттың кілті ер адамның несінде қалтасында дейді. Ал ер адамның жәннаты мамасының аяғы. Bu жынысыз. Әйел адам мысалға еркек адамды нетпесе, кірмейді деп айтады. Жынысыз. Әйелдер бәрі соған кінәлік болады. Бәрі әйелдерді. Соны айтам. Ойлаймын Бірақ әйел адамды сынамай еркек адамды. Ұрып неткен еркектер, бірақ Бұл жерде үш ресторан бар екен. Азиатский, турецкий и итальянский. Ертеңге азиатский ресторанға жазылдық. Нағыз азиатский тамақ жеймін деді. Сен қандай тамақ жасай бересің? Турецкий? Азиатский хотела бы. Бұл қыздардың вкустары осындай екен. Или итальянский тоже бар. Иә, итальянский. Басқа күн жазыламыз. Ертең бізде дайвинг, бүгін парашюттан ұшамыз. Маманың реакциясы қызық болып тұр мағаншы, қалай болады екен депші. Сол, короче. Ертең дайвингке түсеміз, оның ары күні сафари. В общем, қызық күндер алдымызда тұр.